Елімізде коронавирусты жолда қалдыратын жаңа вирус тарап жатыр. Тіпті 90% өлімге алып келеді екен. Ал кейбір парақшалар бұл вирус туралы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына сілтеп ақпарат таратып жатыр. Ал біз әдеттегідей ақпараттың рас өтірігін бірге тексеріп көрейік. Ақпарат манипуляция және қай тұсы бұрмаланған сіздерге түсіндіріп берейін. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы расымен де Руандада 88% өлімге әкелетін вирустың тарағаны туралы айтты. Алайда ұйым вирустың әлемге қауіпті емес екенін мәлімдеді. Манипуляциясы дәл осы тұста. Ал біздікілер сол баяғы әдетіне салып ақпаратты бұрмалап жіберген. Ресми елімізде дәл қазіргі уақытта Марбург вирусы тіркелген жоқ. Бұл вирус сонау 1967 жылы Германияда тіркелген екен. Егер шынымен де 90% өлімге алып келсе, осы уақытқа дейін сізбен біз бұлай отырмас едік қой. Толығырақ айтатын болсақ, 27 қыркүйекте Руанданың денсаулық сақтау министрлігі Марбург вирусын жұқтырған адамдардың бар екенін мәлімдеген. Ауырғандардың 70%-і денсаулық сақтау саласындағы қызметкерлер. Ал 28 қыркүйектегі дерек бойынша 26 адам ауырып, 6 адам қайтыс болған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қазіргі уақытта бұл вирустың емдеу жолы мен оған қарсы вакцинаның жоқ екенін айтып отыр. Дегенмен қорқатын еш дәнеңесі жоқ. Себебі вирус ауа арқылы немесе қарапайым байланыс арқылы жұқпайды. Тек адамнан адамға биологиялық сұйықтық арқылы ғана жұғады екен. Ал денсаулық сақтау министрлігі мына профилактикалық шараларды сақтауды ұсынады. Ал сіз бұл вирус туралы бұрын соңды естіп пе едіңіз? Естісеңіз комментке пікіріңізді жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз, шындыққа сіздің де таласыңыз бар.